Брат, братан деп сөйлейтіндер ұнайды маған. Мен алмағам кредит дейді. 2007-де біреулер алған, сол әлі звондайды. Қарыз менің мойнымда, не істесем болады. Қараңыз, егер де сіз кредит алмасаңыз 2007-де, әлгі коллекторлар хабарласып жатса, мынаны істеу керек. Сол коллекторлық компания анықтау керек, кредиттік тарихты қарау керек. Сөйтіп коллекторлық компаниядан бүкіл сізге қатысты құжаттарды сұрату керек. Сөйтіп сол жердегі құжаттарды ашып қараған кезде бәрі белгілі болады. Кредитті кім алғанын, банктік займ шарттарына кім қол қойған, соның бәрін анықтап алғаннан кейін жаңа банктік займ шартын жарамсыз деп тануға әрекеттер жасауға болады. Осы мақсатта полицияға арыздануға болады, алаяқтық мәселесі бойынша. Сіз бізге WhatsApp-қа жазыңыз 8778 110 77 99. Біз сізге көмектесеміз. Мұндай мәмілелердің бәрін жарамсыз деп танып, заңдастырып беріп жатырмыз. Сізді қарыздан құтқару үшін осы әрекетті істеу керек. Яғни банктік займ шартын, мәмілені жарамсыз деп тану керек. Бұл сот арқылы жүреді. Осыны біліп жүрейік ағайындар. Дәл осы видеоны таныстарға, туыстарға, бәріне, жақындарымыз бар, достарымыз бар, солардың бәріне таратыңыздар. Біліп жүрсін. Заңзаңғар компаниясы туралы ағайындар білсін. Таныстарға бәріне таратыңыздар. Өйткені біздің компанияның парақшасында көптеген кеңестер сайрап тұр. Мен өзім жер-жерде жүрген кезде адамдар кездесіп, осы біздің парақшамызды парақтап отырып, сондағы айтылған кеңестермен өздерінің кредиттерінің мәселесін шешіп алып жатқанын айтып жатыр. Дәл осындай мүмкіндікті баршаңызға бұйырсын деп таратып, бөлісіп отырыңыздар. Тамаша қазақша біздің парақшаны танымалдан арттыру үшін.